Сәлем достар, қалайсыздар? Мына қойдың іші май қуырып жатқан. Бұны мен бауырсақ пісіруға, тамақ істеуге, нан илегенде нанның ішіне қосуға болады. Бұның астының отын баяулатып қойып, үстіп ақырын қуырып аласыздар, шымырлатып. Асты қарлық қалмау үшін үстіп ақырын араластырып тұрасыздар. Міне, мөлдір болып шықты әзір. Көрдіңіздер ме? Қазір мен құйып алам бұны бір ыдысқа. Сосын қатқанда да бұл жұп-жұмсақ болып қатады. Содан тамаққа істете беруге бола береді. Кейбір семьялар осы малдың майын істетпейді екен, сасық деп. Бұл сасық емес, бұл денсаулыққа ерекше пайдасы күшті ғой. Малдың майын істетіңіздер. Мұны сүйек сорпа ембір қосылған. Мына жерде ембір бар, жапырақтар турақ қойған, қайзайтын болды. Астына түсіп кеткен ұқсайды. Ембір қосылған сорпа мынау. Бұда денсаулыққа пайдасы өте жоғары. Ембір үстіп жапырақтап тұрасыздар, ембірмен. Жапырақтап турап үстіп, қалауына қарай тұз қосып өздеріңіз іше бересіздер.